Құрметті көрермен, дәл қазір біздің студиямызда ерекше жаттығулар жасап жатқан өзі сұлу, өзі жас Раиса Мәмбетова ханым. Раиса ханым, қайырлы таң. Қандай жаттығулар жасап жатсыз, көрерменге түсіндіріп айта кетсеңіз? Мен енді адамға денсаулығына керетін растяжка жасап отырмын. Ең қажетті, ең бірінші адам растяжкадан бастаса, денсаулығының барлығы жақсы болады. Соны көрсетіп жатыр. Буындарының созылуы айтып жасасаңыз да болады. Қазір менен ұзақ өмір сүруінің да бір септігі тигізеді. Жалпы таңнан тұрғаннан кейін де құрметті көрермен мамандар айтады ғой өзі. Таңғы жаттығуды бірінші керіліп созылудан, дұрыс демалудан, таза су ішуден бастау керек. Бүгін міне өздеріңіз көріп отырсыздар, бізде зейнеткер Раиса ханым таңғы бағдарламада сіздерге пайдалы, керемет мынандай бір жаттығулардың үлгісін көрсетіп жатыр. Бұл жаттығулар болса да жасайды болса. Мен де жасаймын, бірақ енді Раиса ханым керемет етіп барлығын толықтай жасап жатыр, өте әдемі, әрі көрініп тұр. Енді Раиса ханымның осынша уақыт бойы айналысып жүргені. Енді Раиса ханым, біз білеміз, сіздің өзіңіздің коронный шпагатыңыз бар. Мәссаған. Мен шынымды айтайын, шпагатқа отыра алмаймын. Бірақ Раиса ханым, сіз жарайсыз, мықты екенсіз. Мәссаған, құрметті көрермен, көріп тұрсыздар ғой енді. Өте қуаныштымыз, Раиса ханым, келіп көрсетіп жатсыз барлығын. Шпагатты өздеріңіз көрдіңіздер. Енді дәл қазір Раиса ханымның осы өмірінің құпиясы неде екен, осылай жас болып тұруының құпиясы неде екен білетін боламыз. Ол үшін Раиса ханым, сізді диванға шақырамыз, отырыңыз, жайғасыңыз. Мен мұндан көріп отырып, қазір таңғалып отырмын, көріп отырған көрермен де таңғалады, себебі зейнеткер деп жатырмыз. Раиса ханым, жасыңыз нешеде, құпия болмаса? Сәлеметсіздер ме? Мен 17 мартта 67-ге толамын. Келе жатқан туған күніңіз құтты болсын. Рахмет. Мына шпагатқа отыру, спорттың бұл пайдасы айтыңызшы, жас көріну деген. Шпагатта отыру, мынандай жаттығулар жасауға қанша уақыт кетті негізі үйренуге? Мен негізі 65-ке жақын айналыстым. Осыдан бір 15 жыл бұрын давлением болды. Содан кейін докторлар келіп, сізді учет қалам деді. Содан кейін мен айттым, жоқ, мен учетқа бармаймын. Больницаға жатпайын деді. Үлкен қызым бар, өте ақылды, жаңа дизайнер. Соны айтты, мама, спортпен айланысу керек, если өмір сүрім. Содан басталдым. Содан спортқа жаңағы жетісіне үш рет спортзалға барам. Осы немен бәрімен нелерді көтерем. Темірлерді Қанша килограмм көтере аласыз? Бәрін көтере алам, енді кім тренер қалай айтады, соны бәрін істей алам. Енді мына жерде тағы бір не жоқ, енді керемет заттар бар істеуге болады. Мынаның өзін көріп біз таңғалдық. Содан соның барлығын істеп, давлением де жоқ, ешқандай шерім ауырмайды, денім сау, миым істейді, машина айдаймын. Тамаша. Осы айтқым келген өзімнің жаңа жастағы адамдарға. Қазір қай жерге, замандастарыма, қай жерге барсаң айтатыны давление, ауру, басқа әңгіме жоқ. Ол жастардың арасында да қазір? Жастар да солай. Соның өзім негативный адамдарды жақсы көрмеймін де. Соның неге осы біз шетелдің адамдарын бәрін қараймыз. Особенно жаңа Жапон халқы. 96-да, 100-де, 104-де жаңағы басымен тұрады, неше түрін істей алады. Әлем бойынша жас ұзақ өмір сүретін мемлекеттің біріне осы Жапон халқы да кіреді. Енді құрметті көрермен, біз сұхбатымызды, пайдалы кеңесімізді, лайфхактарын әлі Раиса ханым сіздермен бөліседі. Бізде дәл қазір дайындалған бір сюжетіміз бар арнайы. Бұл өздеріңіз білесіздер, жақында ғана қоғамдық орындарда, тіпті жаңағы Инстаграмда, түрлі әлеуметтік желілерде боқтық сөздерді айтуға тыйым салған еді. Енді дәл осындай жағдайда қандай жаза қолданылады, бұл туралы толығырақ келесі бейнематериалдан білесіз. Енді көріп отырмыз, Раиса ханым, осы сюжет жайлы, мына шығып жатқан заң жайлы айта кетіңіз. Келісесіз бе, дұрыс па бұл? Мен келсем, заңның болған дұрыс. Себебі адам өзі мәдениетті болу керек. Мәдениетті болу үшін боқтық сөзі айтпау керек. Елдің ар намысына тимеу керек. Сол үшін жас кезден бастап өзін тәрбиелеу керек қой. Енді Раиса ханым, қазір барлығы білгісі келіп отыр, қалайша осылай 65 жасқа келіп, 67 жасқа келіп, осындай жаңағы дене бітіммен, осындай растяжкамен қалай өмір сүреді? Енді сіз өзіңіздің әр таңыңыз қалай атады, қандай тағам жейсіз, нешеде тұрасыз, осының бәрін айтыңызшы. Мен негізі қазір рекламаға, клипке, киноға түсіп жүрмін да, енді ол өзімнің жас кездегі арман болған. Енді ол білесіңдер, қазақ халқы енді тұрмысқа шық деп, соны әкешем менің өзі кәрі кісілер болды да, мен позный бала болдым да,
кәрі кезде келгенде. Содан кейін тұрмысқа шығып, соны жолдасымменен кеттім. Жолдасым қызметкер болды, органда істеді. Сол кісі ол кезде Совет одағы қай жерге бар десе, сол жерге баратымыз. Көшіп сөйтіп жүрдік, сөйткенде уақыт өтіп кетті. Содан үлкен қызым айтты: мама, сенің арманың еді ғой, ол арманды орындамасаң болмайды деп. Содан актерский мастерство 3 ай оқыдым. Не екен деп өзім білейін дедім. Бұл не актерлік деген, не деген шеберлік дегенді білуім керек қой, білмей. Елдің бәріне қызығам осыдан. Содан кейін барып 3 ай оқығаннан кейін осындай массовкаға барып жүрдім. Соны бәрілер мені көріп, соны клипке, жаңағы рекламаға, көйлек, киімдер соны шақырды. Міне құрметті көрермен, дәл өзіңді дамытудан тоқтама деген осы. Мұнда бір көрерменнен хат келіпті. Қайырлы таң, мынау замандасымыз қандай керемет, жасы нешеде деп жатсыңдар. Бұлай айланысу үшін спортпен қанша уақыт бөлу керек және тағамдарды қалай таңдау керек деген шығар, тамақтарды дұрыс қалай ішу керек дейді. Мен негізінде елдің бәрін айтарым, онда жатуға тырысу керек. Онда сағат 10-да жатып, сағат 5-те тұру керек. Мен онда жатам, енді кей кезде съемкада сондай жағдайлар болып қалады, әйтпесе сағат 10-да жатамын, ертеңгісін 5-те тұрамын, соны тұра саламда жылы суды ішемін. Содан кейін Құдайға бүкіл ең бірінші рахметтен бастау керек. Құдайға рахмет, әке шешеме, бала шағам барлығы, мына тұрған тамақ бәрі, мына істеген адам заттың бәріне, мына кесен жасағанға рахмет, мына чашкан жасағанға рахмет, барлығы адам баласына рахметтен бастау керек. Сосын далаға шығам, біз неден таңғы таза ауаға шығып, өзіміздің не бар ғой, паркке барам. Содан жолдасым қасымда болады, екеуміз жүгіреміз. Таңғы жүгіріп күнде? Иә, күнде жүгіреміз. Күнде жүгіреміз, неше түрлі спортты айланысып, үйге келемін. Үйге келгеннен кейін менің жейтін творог, мен жейтін жұмыртқа. Мен мынандай ақ нан, ақ затты ештеңені жемеймін. Мен шайды сүтпен ішпеймін. Қазақша асылған ет? Жоқ, қазақша асылған етті мен құрдақты жемеймін. Себебі мен ешкімге жеме деп айтып отырған жоқ, бәрі желсін. Ана елдер айтады, диета деп. Диета емес ол. Адам дұрыс тамақты ішсең, дұрыстап ішсең, соның барлығы өзіңнің денсаулығыңа жақсы болады. Мен шайды сүтпен ішпеймін. Мен ненің, ешкінің сүтін аламын, ешкінің творогын аламын. Сол ешкінің заттарын алып, содан творог жеймін. Ең бірінші елдің бәрін айтайын, ертеңгісін творог, сосын жұмыртқа жеу. Көрермен естеріңізде болсын, мұның бәрі жас болып көрінудің, салауатты өмір салтын ұстанудың лайфхактары. Естеріңізде сақтап алыңыздар. Алмай тұрып олмаудың жолын іздеу деген осы. Сондай. Мына замандастарыма бәрін айтқым келетіні, ауырмай тұрып, өзің денсаулық. Ең бірінші адам денсаулық керек. Сол үшін спорт, дұрыс тамақ. Енді мұнда да келіп отқан түрлі хаттар, сіздерге тілектер бар екен. Барлығының айтатын алғыс, деніңіз сау болсын дейді. Тек сәттілік қандай керемет, аналарымызды көріп, қазақ апаларын қуанамыз дейді. Енді жаңа айтып жатырмыз, мен де айланса спортпен, жаңа киноға түсу, актерлік шеберлік және де би билейсің. Қазіргі таңда таңғы бізде көңіл күй болсын, бүгін мереке болғанбыз, ән қосайық, ортаға шығып, бір билесек қайтып. Жүргіз, билейік. Жақсы ма? Жақсы. Біздің енді мына ол да келеді, көрермен өздеріңіз көрдіңіздер, салауатты өмір салтын сақтап, күнделікті дұрыс тамақтан жақсы көңілді күйде жүру үшін адам баласы өзінің жақсы өмір сүруіне кедімде себебі болады дейді. Ортаға қарай келіңіз. Барлықтарыңыз жақсы көретін, бізбен бірге бір билеп, таңғы көңіл күй жойылсын. Біз сіздің артыңыздан қайталаймыз бірге. Өзіңізді көріп, бүгін шынымен де қуанып, мотивациялық десек, қателеспейміз. Алғыс білдіреміз, уақыт бөліп келгеніңізге, осындай үлгі болып жүргеніңізге. Мен бәріктеріңе рахмет, спасибо. Сіздер мені осындай жаста шақырып, осындай телевидение өте бақыт қой, Құдай рахмет. Бақытты болып жүре беріңіз. Көрісу күні құтты болсын. Құтты болсын дейміз. Біздің дайындаған тамаша бір сюжетіміз де бар, назар аударайық, көрейік, одан әрі жалғастырамыз.
Батыс Қазақстан өңірінде тағы бір керемет құбылыс болып жатыр. Ақтаулық блогер Азамат Сәрсенбаев Маңғыстауда бір топ қоқиқазды видеоға түсіріп алды. Автордың жазуынша қоқиқазды ары қарай қорғалжынға ұшу үшін осында тоқтап күш жинап жатыр. Еліміздің қызыл кітабына енген құстар Ақтаудан 10 шақырым жердегі Қаракөлде мекендейді. Қыста жылы жаққа ұшып кетсе, көктемде мекеніне қайта оралады екен. Видео авторы наурыз Маңғыстаудың ғажайып айларының бірі деп жазыпты. Енді көрісу мерекесі деп жатырмыз. Біздің әріптестерімізге студияға келді. Доброе утро, Қазақстан бағдарламасының жүргізушілері. Андрей мен Виктория, қайырлы таң. Доброе утро, қайырлы таң. Я сидел пока в гримерке, смотрел, как вы готовите, думаю, как хорошо, что Вика не ест яйца. Викаға арнап мұнда. Викаға арнап мұнда тағы да пайдалы тағамдар бар. Көрісу мерекесіне орай біз осылай дайындаған шелпектен ауыз тиіңіздер. Көрісу күні амал мерекесі. Болса. Ой, рахмет. Баласы дайындады, баласы үйден алып келді. Ештеңке жоқ. Бүгінгі таңда барлық үйде аналарымыз, аруларымыз дайындап жатқан тағамдар. Бүгін сіздерде қандай қызық болады? Да, у нас, как всегда, будет много чего интересного, но самое главное, вы же наверняка слышали, что в школах хотят ввести новые правила касательно безопасности учеников. Вот сегодня, друзья, поговорим об этом очень подробно, поэтому не переключайтесь, дождитесь, все будет. Ну и еще много интересного. Виктория, конечно, сегодня приготовит что-то вкусное. Да, не пропустите. Сәттілік тілейміз, әріптестер, ал біз сіздермен қоштасамыз. Әр шаңырақта Еуразия бірінші арнасы арнасы. қосылып болсын.